тұрамыз. Ғарыш денелерін көретін құралы қалай атайды? Біз қай ғаламшарда тұрамыз? Жер, дұрыс. Тарамж дегеніміз не? 67. Біз сыртқа далаға шығып айналамызға қарасақ, жердің ішіне қандай болып көрінеді? Жазық болып көрінеді, иә? Жер теп-тегіс бола ма, әлде шар тәрізді бола ма? Теп-тегіс секілді, бірақ ол шар тәрізді болады, иә? Жер біз тұратын ғаламшар, ол өте үлкен. Ал енді мына видеоға назар аударыңыз. Сегіз планетаны күннен қашықтығының артуы бойынша атайды. Меркурий, Шотлар, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Олар күнді белгілі бір орбиталармен айналады. Меркурий күн жүйесіндегі ең кішкентай планета. Меркурий күнге жақын болғандықтан, онда күндіз өте ыстық, ал түнде өте суық. Екінші ғаламшар шолпан, планетаның ішіндегі ең ыстығы және ең жарығы. Таңда және кешке көрінетін үшінші ғаламшар біздің планетамыз Жер. Жер бетінің 70%-тен су алып жатыр. Сондықтан жерді көгілдір планета деп те атайды. Ол тіршілік бар екені белгілі жалғыз планета. Төртінші планета. Ал зерттеп көрдік, иә? Бұл жердің сыртқы көрінісі. Бұл кәдімгі ғаламшардан біздің ғарышкерлеріміз ұшып барып түсірген жердің бейнесі. Жер алыстан осылай көрінеді екен. Бұл өте үлкен, иә? Ол жерде көптеген материктер орналасқан. Ал бұл жердің суреті, жердің сыртқы көрінісі. Ал енді осыған қарап зерттеп көрейікші. Жердің пішіні қандай денеге ұқсайды? Шарға ма, әлде текшеге? Текшеге? Текшеге деп жауап беріңіздер. Салыстырып көріңдерші. Шарға ұқсайды, иә? Дұрыс айтасыңдар. Ал енді балалар, глобус ол жердің кішірейтілген үлгісі. Біздің жеріміз осындай дөп дөңгелек шар секілді болады екен. Ол жерде көптеген мемлекеттер бар. Глобустағы көк түс ол не деп ойлайсыңдар? Ал мына түс бұлар жерлер, иә? Ол негізінде картада қоңыр түс болып белгіленеді. Шар деген ұғымды білдіреді. Сонымен глобус дегеніміз не екен? Аязан оқиды. Даусын шығарып. Кім даусын шығарып оқып береді? Аяр оқиды. Глобус сөзі шар деген ұғымды білдіреді. Ал енді салыстырмада шар тәріздес болған ұқсайды. Тағы да жердің суы ұқсайды екен, иә? Жерге ұқсайды, дұрыс айтасыңдар, иә? Ұқсастықтары бар екен, иә? Глобус дегеніміз жердің кішірейтілген үлгісі екендігіне бұл дәлел болып келеді. Ал енді үшінші тапсырмаға назар аударайық. Глобустағы түстер нені білдіреді? Біз жаңа ғана айттық, иә?
Байке, қара үшінші тапсырма. Оның су екен қайдан білдіңдер? Судың түсі көп бола ма? Көрінбейді. Көрінбейді, бірақ біз оны бояған кезде көкпен боямыз, иә? Ал қоңыр ол бізде жерлер. Глобустағы көк түс, ол су, жасыл, сары, қоңыр түс, ол ненің түсі? Жер, ғарыш әлемінде жалпы көптеген планеталар бар, иә? Ал оның ішінде жер тек қана тіршілік бар жалғыз планета болып табылады. Ал енді сендерге сұрақ қоямын. Жер шарында тіршілік не себепті бар? Ойлайсыңдар. Жаңа видеода айтты ғой. Ойладың ба? 8 планета, иә. Ол күнге қатты жақын орналасқан ба, әлде алыс орналасқан ба? Жақын емес. Жақын алыс. Дұрыс айтады Нұрай, ортасында орналасқан. Сондықтан оған жылу бір келді түседі. Ал егер жер күнге жақын орналасса, ол жер өте ыстық болып тіршілік болмас еді, иә? Ал тағы да жер күнге қатты жақын орналаспаған. Сол себепті. Бұл бірінші себеп, иә? Екінші себебін анықтап көрейікші, не себепті? Бүйтіп демалыңдаршы. Демалайықшы, енді шығарамыз демімізді. Бұл не? Ауа. Ауа, иә, дұрыс айтасыңдар. Жерде ауа бар. Біз күнделікті не ішеміз? Су. Жерде су көп, иә? Жерде тіршілік көзінің бар болуының басты себебі жерде ауа бар екен. Айта қойыңыз. Космоста ауа жоқ. Онға бір педагог болса ауа болады. Және жерде бір ауа жоқ жер бар, ол судың асты. Иә, дұрыс айтады. Жарысыңдар өте ақылды екенсіңдер ғой. Ал енді орнымыздан тұрамыз. Ал тыңдаймыз қазір, сұрақ қоямыз. Тыңдаймыз. Ол жерді айнала қосады. Сағат тілімен қарамаға сипатында жердің толық айналып ай көрінісі орбитаның әртүрлі бұрыштарында өзгеріп себебі бізге ай күннің күнге шағылысқан бөлігі ғана көрінеді. Бұл айдың жерге қатысты орналасуының Енді оқимыз. Ай жердің табиғи серігі, иә? Ол жерді айналып өтеді. Жерді айналып өту үшін неше тәулік уақыт жұмсайды екен? Дұрыс айтады Амира. Таңертең көрінбейді. Айды оның көрсетке болмайды. Егер ай жерге қарама-қарсы тұрса, онда біз толған доңғалақ айды көре аламыз, иә? Толған ай. Ал енді кітаптарына қараңдар. Мына жерде 68-ші бетте айдың глобусы тұр. Сол глобусқа қарап, қасындағы анықтаманы іштерінен оқыңдар. Қазір мен сұрақ қоямын. Әлихан, мынаны оқы. Айдың үлгісі, иә? Глобустың ішінде жалпы қандай болады екен? Шар тәрізді болады, иә? Жер ғаламшарының табиғи серігі не? Ай жерді қалай қозғалады? Айнала қозғалады, иә? Айнала қозғалады. Айналу үшін неше тәулік жұмсайды дедік? Ағаш тарихте болатын еді.
Thank you.